Саламатсыздар ма, менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бүгін мен неміс тағамы штрудельді жасағым келіп тұр. Жас күнімізде өте көп дайындайды едік, кейінгі кездерде осы ұмытылып кетті. Бүгін есіме түсіп, осыны түскі асқа жасағым келіп тұр. Ол үшін мен сәбізді осылай деп ұсақтап турап жатырмын. Кубик болып. Енді сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша турай бересіздер ғой. Нақты осындай кубик болсын деген қағида жоқ. Мен осындай қазымен жасап жатырмын. Қазымды да ұсақтап турап алам. Қазымен жасап жегім келді. Сондықтан бұған үйіңізде қандай ет болсын, фарш болсын, тартылған ет, тауықтың еті барлығы бола береді. Баяғыда жас күнімізде көрші немістер көп болатын еді ғой. Мен өзім Тараз қаласының тумасымын. Бізде немістер өте көп болатын. Сол бір көрші немістің жасап жатқанын көріп, бір ауыз тигенім бар. Содан кейін үйге келіп те өстіп жасағам. Үйде етім болмай қалып, сол кезде қазымен жасап едім. Сол кез есіме түсіп кетіп, мен осыны қазымен жасағым келді. Өте. Қазының өзі өте тәтті ғой. Қазымен жасалған тамақтың бәрі өте күшті, керемет болады. Пиязды да осылай деп турап аламыз. Мен азғантай ғана сарымсақ алдым, өйткені қазының ішінде бар сарымсақ. Сонда да азғантай қосайын деп тұрмын. Енді табамызды отқа қойып, аздап май құйып аламыз. Табамыз қызғанша қалған болгар бұрышын заттарымды кесіп алам, турап. Қызыл бұрыш, қара бұрыш. Өздеріңіздің қалауыңызша қоса бересіздер. Етіміз әдемі қуырылып жатыр. Енді осыған томат пастасын қосам. Етіміз жақсылап қуырылды. Енді етіме пиязды, сәбіз, Пиязбен сәбізді салып алып, тағы да кішкене тұрып қоям, жақсылап араластырып. Тұз салмадым, өйткені қазының тұзы жеткілікті.
Қазір суын құйғаннан кейін дәмін қарап, сосын барып тұзын саламын. Енді картошка мен болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып, бір қуырылғаннан кейін үстіне су құйып, суымен тұқтырып қоямыз. Барлығын жақсылап бір қуырып алдым. Енді су құямын. Осы су жарайды. Енді жақсылап қайнап, барлық заттарымыз піскенше бетін жауып, жай отқа қойып қоямыз. Оған дейін мен қамырымды илеп аламын. Енді штруделіміздің қамырын илеп аламыз. Маған осындай бір 100-150 грамм су жарайды. Осы суымызға қасықтың ұшымен ғана азғантай ашытқы қосамыз. Көп емес. Құрттай болады. Тұз. Бір жұмыртқа. Ұнымызды салып, аздап жұмсақтау қамыр илеп аламын. Қамырымыз міне осындай жұмсақтықта дайын болды. Енді азғантай кішкене иі қанғанша бетін жауып қоя тұрамыз. Көтерілу маңыз емес, өйткені бұл парға түскеннен кейін өзі-ақ көтеріледі. Біздің подливкамыз дайын болды. Қамырымыз да әдем болып дайын болып тұр. Енді қамырымызды жайып аламын. Қамырымызды осындай қылып, жұқа қылып жайып алдық. Енді арасына өстіп жұқалап май жағып аламын. Барлық жеріне тегістеп жағып аласыздар ғой, майда. Енді қамырымызды осындай етіп домалатып аламыз. Енді мен мынандай кәдімгі тігіс тігетін жіп алдым. Сол жіппенен осылай деп кесіп шығамын. Пышақпен кессек, қамырдың арасы бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал жіппенен осындай жабыспай, мынандай слойлары әдем болып шығады. Көрдіңіздер ма?
Екінші күлшемізді де жайып алдым. Видеомызды соңына дейін қараңыздар. Біздермен бірге жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Біздің подливамыз қайнап тұр. Осы подливамыздың үстіне осылай деп күлшелеріміз салып шығамыз. Күлше деп айта берейін. Біздің қамда аралар болады, өйткені бұлар әлі ашылып көтеріледі. Араларын осылай деп реттестіріп алып, табамыздың қақпағын жауып қоямыз. Біздің түскі асқа пісіріп атқан штрудельдеріміз дайын болды. Енді қазымен пісіргеннен кейін өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер.